Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқушылар. Химиядан 2 айлық тегін олимпиадалық дайындық курсымыздың екінші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сіздермен қарастыратынымыз массалық үлес. Енді бұл курс бойынша сіздерде қандай да бір мағлұмат қажет болып жатса, немесе курс барысында сіздің түсінбеген сұрақтарыңыз болса, онда осы менің WhatsApp нөмірім, осы жерге хабарласып, сіздердегі сұрақтарыңыз бойынша жауап алуыңызға болады. Екінші сабағымызда біз массалық үлесті қарастырамыз. Енді массалық үлес бойынша сіздерге таныс, оның біреуі жаңа элементтердің массалық үлесін есептеу. Мысалы, бір кез келген бір зат болсын, мысалы алюминий гидроксидін алайық, алюминий OH3. Осы заттың құрамындағы мысалы оттек элементінің массалық үлесін есептеңіз десе, онда сіздер мынау заттың молекулалық массасын табасыз, әріп осы жердегі оттек атомдарын санайтын едіңіз. Мысалы, сізде бұл жерде 3 оттек атом бар. Онда сіздің массалық үлес оттегіңіз оттектің атомдық массасының аэрооттектің mr-ға қатынасы еді. Көбейтесіздер 100%-ке. Енді бұл жерде оттек атомынан сіздерде 3 бар, 3 оттек. Сондықтан мына жерде 3 аэр болатын еді. Бұл атом санын көбейтіп беретін едік. Аэр деген сіздер кестеден аласыздар. Оттектің атомдық массасы сіздерде 16, mr-ді мынаны есептейтін едіңіздер. Оның барлығын білесіздер деп ойлаймын. Енді екінші сіздерде тағы қандай массалық үлес бар? Ол ерітінді бойынша массалық үлес. Ерітінді сіздерде екі бөліктен құралады, ол еріген зат және еріткіш. Енді массалық үлес көбінесе еріген заттың массалық үлесін береді сіздерге. Сонда масса еріген затты сіздер бөлесіздер масса ерітіндіге. Бұл сіздер есепте шығаруда ең көп қолданылатын екі массалық үлес. Енді үшінші сіздерде қоспа есептерінде қоспаның құрамындағы белгі бір компоненттің массалық үлесі. Мысалы, мынау жаққа қарасаңыздар, міне. Мынау бір жаңағы дәндердің қоспасы деген осы жерде миндалдың массалық үлесін тап десе, онда сізде омега миндаль осы қоспаның ішіндегі миндалдың массасын мына жердегі жалпы массаға бөлетін едіңіз. Яғни масса қоспа деп аламыз оны. Көбейтеміз 100-ге. Енді массалық үлес көбінесе процентпен есептеледі. Енді сирек жағдайда санмен беріледі сіздерде. Мына формулалардың барлығынан қарап отырсаңыз, ортақ бір нәрсе бар. Бөлімінде ол сіздерде жалпысы тұрады. Барлығы не бар, соның барлығы бөлімінде болады. Ал енді алымында соның ішіндегі белгі бір бөлшегін аламыз. Мысалы, мынау графикті сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Бұл жер қыртысындағы элементтердің массалық үлесі. Сонда міне оттек сіздерде 47%, кремний 28% деген сияқты, яғни жер қыртысындағы элементтердің массалық үлесі. Сонда біз бүгінгі сабағымызда осы үш формуланың негізінде есептер шығаратын боламыз. Олимпиада есептерінің ОБТ есептерінен негізгі айырмашылығы сол. ОБТ-да көбінесе ашық сұрақтар болады. Нақты сізге нені табу керек екені ашық көрсетіліп тұрады. Ал олимпиада есептерінде ол сіздерде бірінші мықты теориялық біліміңіз болу керек. Сіз сол теориялық біліміңізді қолданып, ары қарай логикалық ойлау жүйесі арқылы соңғы жауапқа жететін боласыздар. Яғни олимпиада есептері ол ашық емес, кем дегенде 1-2 сатыдан кейін ғана соңғы жауапқа жететін күрделіленген тапсырмалар болып келеді. Енді біз осы массалық үлес тақырыбына бірқанша мысалдар қарастырайық. Бірінші мысалда массасы 5 грамм кальций карбонаты. Мына жерде өздеріңіз байқасаңыздар, міне алдыңғы сабағымызда айтқанбыз, мынадай нөлдердің мағынасы бар деп. 3 орында мәнді цифр деген сөз. Және 10,2 грамм кальций сульфаты қоспасы бар. Яғни осы екеуі қоспаны құрайды. Келесілерді есептеңіз дейді. Кальций карбонатының массалық үлесін. Яғни осы қоспадағы кальций карбонаттың массалық үлесін. Екінші оттек атомдарының массалық үлесін. Яғни сіздерден екі массалық үлес сұрап тұр. Енді кальций карбонаты болсын, кальций сульфаты болсын, ол екеуі де ақ түсті ұнтақ. Сонда сіздерде осы мына ұнтақтың ішінде ол кальций сульфаты бар, кальций карбонаты бар. Осы екеуінің жалпы массасы берілген. Кальций сульфаты сіздерде 10,2 грамм, кальций карбонаты сіздерде 5 грамм. Сонда жалпы қоспаның массасы осы екеуінің қосындысы болу керек, ол сіздерде 15,2 грамм. Сонда сізде жалпы масса бар. Осының ішінде кальций карбонаттың массалық үлесі қанша дейді? Онда біз бірінші омега кальций SO3 табу үшін, онда бізге кальций карбонатының массасын, масса кальций SO3 бөлеміз масса қоспаға. Енді процентпен табу үшін көбейтеміз 100%-ке. Енді осы жерден сіздерде кальций карбонатының массасы берілген, ол сіздерде 5 грамм. Қоспаның массасы сіздерде 15,2 грамм болды. Грамм деген өлшем бірліктері қысқарып кетеді, оны жазбасаңыздар да болады. Көбейтесіздер 100-ге. Яғни сіздер 500-ді 15,2-ге бөлесіздер. Онда сіздерде жауап мынау жағына жаза берейін. Сіздер 500-ді 15,2-ге бөлесіздер. Бұл жерде 500 деп отырғанымыз 100-ді 5-ге көбейткенде шығады. Сонда сіздерде 32,8
89 47 калькулятормен бөлсеңіздер ары қарай осындай сандар шығады. Айтпақшы, олимпиадада сіздерде калькулятор қолдануға рұқсат беріледі. Тіпті ең дамыған соңғы модельдегі инженерлік калькуляторды қолдануға да болады сіздерге. Калькуляторда периодтық жүйенің ерекше кестесін барлығын қолдануға рұқсат етіледі. Енді осындай сан шығады сізде бөлген кезде процентпен. Енді бізге бұны дұрыс жоқтауды білу керекпіз. Ол дұрыс жоқтауды білу үшін бастапқы берілген сандарға қараймыз. Сіздерде екі сан берілген. Біреу 5 грамм, біреу 10,2 грамм. Енді мына екеуінде қарасаңыздар, ол 3 орында мәнді цифрмен берілген. Демек, бізде де 3 орында мәнді цифр қалу керек. Онда мына үшеуін аламыз және 4-ші санға қараймыз. 4-ші сан жоқтау ережесі бойынша бізде 5-тен үлкен. Онда біздің соңғы дұрыс жауабымыз 32,9%. Бұл сонда сіздерден бірінші кальций карбонаттың массалық үлесін сұрағанда осылай таба аламыз. Бұл оңай. Енді екінші бізден сұрап отырған оттек атомдарының массалық үлесі. Екіншісі. Онда бізге қарап отырсаңыздар, кальций сульфатының ішінде де оттектер бар. Міне 4 оттек атомы тұр. Мына оттек атомдары бар сіздерде. Және кальций карбонатының ішінде де сіздерде 3 оттек атомы бар. Бізге осы оттек атомдарының бірінші массасын табу керекпіз. 5 граммның ішінде неше оттек атом бар массасы, және 12 граммның неше граммы бізде оттек атом дегенде есептейміз. Оны жай формула бойынша пропорция арқылы таба салуға болады сіздерге. Кальций карбонатының ішінде 3 оттек атом бар. 3 оттек атом бар. Кальций карбонаттың молярлық массасы сіздерде 100, оттек 16, одан үшеу болған кезде 48. Ал енді кальций карбонаттың массасы сіздерде 5 грамм болған. Оттектің массасы қанша? Осыдан сіздерде 2 шығу керек. 2-де 4 грамм. Келесі, бізге кальций сульфатының ішіндегі оттекті санаймыз. Кальцийсі 4-тің ішінде сіздерде 4 оттек бар. 4 оттек атом бар. Онда кальций сульфатының молярлық массасы сіздерде 136. 4 оттек сіздерде 64. Кальций сульфатының массасы сіздерде 10-2 грамм деп берілген. Онда оттектің массасын бұл жерде біз Y деп белгілейік. Өйткені біз алдыңғысын X деп белгіледік, келесін Y деп белгілейік. Әртүрлі әріптермен. Енді бұдан екіншісінен бізде Y-іміз шығады 4-те 8 грамм. Бұл әдеттегі пропорция. Енді бізде кальций карбонаттың ішіндегі оттектің массасы бар. Кальций сульфатының ішіндегі оттектің массасы бар. Онда бізде массалық үлес оттекті табу үшін масса оттекті масса қоспаға бөлеміз. 100%-ке көбейте саламыз. Енді осы жерден орнына қойсақ, масса оттегіміз бірінші оттек ол сіздерде 2-де 4 грамм, екіншісі 4-те 8 грамм, яғни екеуінің қосындысын аламыз. Жалпы оттек. Қоспаның массасы ол сіздерде өзгермейді, 15-те 2 грамм. Өйткені жалпы массаны алу керекпіз. 15-те 2. Көбейтеміз 100%-ке. Енді осы мұны екеуінің қосындысы сіздерде 7-те 2 шығады. Оны 100-ге көбейтеміз 720. 720-ны 15-те 2-ке бөлсеңіздер, сіздерде 47,36, 84 осындай сандар шығады. Калькулятормен бөлесіздер, ары қарай кете береді. Енді бізге тағы да 3 орында мәнді цифр қалу керек. Онда жоқтап, бұл 3-тен кейінгі сан қараймыз. 6 ол алдына бірақ қосылады, сонда 47-де 4% болу керек. Енді осымен жалпы есебіміз аяқталды. Бізден 2 массалық үлес сұраған, кальций карбонатының және оттек атомдардың массалық үлесін. Сосын екінші олимпиадада айтпақшы сіздерге 2 нәрсеге көңіл бөлу керек. Ол бірінші формуланы жазу міндетті. Егер сіз біліп тұрсаңыз да оны жазу керексіз. Ең оңай формула болса да жазу керексіздер. Бұл енді әдетте аудандық олимпиаданың кезінде мүмкін ескерілмеуі мүмкін формуланы жазбағаныңыз. Бірақ облыстық олимпиададан бастап бұл жазған формулаңыздың өзі балға саналады. Біз 2 формуланы жаздық. Одан кейін мүмкіндігінше сіздерде ең соңғы жауапты міндетті түрде басқа ручкамен белгілеп қою керексіздер. Мысалы, сіз егер көк ручкамен жазып жатсаңыз олимпиадада, ол жауапты қызылмен ба немесе қарамен ба солай белгілеп қойсаңыз, тексерген адамдар бірінші сіздің жауабыңызға қарайды. Бұл әсіресе облыстық немесе республикалық олимпиадада өте маңызды. Бірінші тексерген адам жазудың реттілігіне қарайды, әрі сіздің ең соңғы жауабыңызды бірінші көреді. Одан кейін егер жауабыңыз дұрыс болса, одан кейін барып сіздің шығару жолыңыз тексереді. Егер жауабы қате болса, оны бірден 0 балл деп келесі сұраққа өте беруі әбден мүмкін. Сол үшін де сіздер егер өте жақсы тиянақты олимпиадник болу үшін мына соңғы жауапты белгілеуді ұмытпаңыздар. Бұл да енді бір жазылмаған ережесі олимпиаданың. Сонымен бұл есеп сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сонда ең маңыздысы мына бастапқы сандарды қарау керексіздер, неше орынға дейін жоқтау керек екенін содан аласыздар. Енді мынаның барлығы сіздерге түсінікті болу үшін мен толығымен осылай жазып отырмын.
олимпиада кезінде сіздер соңғы жауапты бірден осылай жаза саласыздар, жоқталған жауапты мынаны осылай жазып жүрудің қажеттілігі жоқ. Бірақ маңыздысы ол сіздерде формулалар міндетті түрде жазылу керек. Қандай формуламен сіз есеп шығарып жатырсыз деген. Одан кейін олимпиадада есептің берілген жазу міндетті емес. Берілген осылай схема түрінде жаза салуға да болады. Немесе берілген жазбай-ақ бірден шешуін сізге жаза беруге болады. Шешуін жазған кезде қажетті формула жазу міндетті. Жақсы, келесі екінші есепке көшейік. Кендегі темір қағының массалық үлесі 78,2%. Массасы 1,28 кг кеннен қанша грамм темір алуға болады? Так, бізде 3 ұғым бар. Ол кен, темір қағы және темір. Бұл есепте сіздерге 2 сандық мән берілген. Сонда сіздерде бірінші берілген мына 1,28 кг ол кеннің массасы. Мынау сіздерде кен, оның массасы 1,28 кг. Ал екінші 78,2% осы кеннің ішіндегі темір қағының массалық үлесі. Яғни сіздерде мынау кеннің ішінде темір қағы бар, мынау. Оның массалық үлесі сіздерде 78,2%. Ал енді сіздерден сұрап отырғаны, мынау кеннен қанша грамм темір алуға болады деді. Бастапқы кеннен алынатын темірдің массасы. Яғни соңғысын сұрап отыр. Мынаның массасы сіздерде қанша дейді. Онда есептің шығару жолы. Сізге кеннің массасы берілді. Ол кеннің ішіндегі феррум 3O4-тің массалық үлесі берілді. Яғни осы массалық үлес арқылы кеннің ішінде қанша темір қағы бар екенін есептеуге болады. Ал енді ол темір қағының ішінде қанша темір бар екенін бізге табуға болады денсіз. Сонда бұл есеп осы схема бойынша жүру керек. Онда бірінші біз темір қағының массасын табудан бастаймыз. Масса феррум 3O4 тең масса кен көбейтілген кеннің массасын көбейтеміз феррум 3O4-тің массалық үлесіне. Феррум 3O4. Енді осыдан сіздерде мынау килограммен берілген, бірақ соңғы жауапта қанша грамм деп сұрап тұр. Онда біз мына килограммды граммға айналдырайық. Онда 1,28 килограмм ол сіздерде болады, мыңға көбейтесіздер, сонда 1280 грамм. Енді сандарды орнына қояйық. Кеннің массасы сіздерде 1280 грамм. Массалық үлесіміз 78,2-ні санға айналдырасыздар, ол 0,782. Екеуін көбейткенде 1000,196. Осындай сан шығады екен. Бұл жерде еш нәрсе жоқтап керегі жоқ. Өйткені біз есебіміздің тағы жалғасы бар. 1000,196 шықты. Енді ары қарай бізге темірдің массасын табу керек. Алдыңғы есептегідей қарапайым пропорция жасаймыз. Феррум 3O4-тің ішінде сіздерде 3 темір атомы бар. 3 темір атом бар. Енді мынаның массасы сіздерде 1000,196. Бізге темірдің массасын табу керек біз. Малярлық массасы бізде 232. Енді 3 теміріміз 56-3-ке көбейтеміз 168. Енді осыдан x тапсақ, x сіздерде 724,833. 833. Енді бізде бастапқы санымыз қарасақ 3 орынды мәнді цифр берілген екеуде. Онда 3 орынға дейін жоқтаймыз. Онда мына 3 сан қалу керек. Онда мына алдына қарай 1 қосылады. Сонда сіздерде x-іміз тең жоқтап алғанда 725 грамм болады. 725 грамм деп отырғанымыз, ол біздің алынатын темірдің массасы. Сонда біздің соңғы жауабымыз осы 725 грамм. Бұл есебімізде қарапайым. Яғни сіздерге жалпы мына есептің берілгенін дұрыс түсініп алсаңыз, схемалық түрде қарасаңыздар, ол оңайырақ болады. Кеннің массасы берілді, оның ішінде оксидтің массалық үлесі берілді. Ал енді одан алынатын темірдің массасын сұрады. Онда сіз кеннің ішіндегі оксидтің массасын табасыз, оксид арқылы темірдің массасын табасыз. Бұл есептен шығарудың басқаша да жолы бар, бірақ мен сіздерге осы бір ғана жолын көрсеттім. Сосын тағы да қайталап айтсам, олимпиадада сіздерге мынау басқышты жазудың керегі жоқ. Бірден мына соңғы жоқталған жауапты жазу керексіздер. Сосын кейбір олимпиаданың есептерінде солай беріледі. Бүтіннен кейін 2 орынды санмен жоқтап алыңыз деген сияқты. Яғни мына бүтіннен кейін мысалы 2 орынды мәнді цифр сақталсын. Немесе бүтіннен кейін 1 орынды мәнді цифр сақталсын деген сондай өзінің ескертпесі болады. Ондай жағдайда сіздер мына санға қарамайсыздар, сол ереже бойынша мысалы 1 орын десе 1 орын бойынша жоқтап аласыздар. Оған да көңіл бөлу керек. Келесі онда үшінші есебімізге келейік. Құрамында пирит бар кендегі күкірт атомдарының массалық үлесі 38,4%.
осы кендегі пириттің массалық үлесі дейді. Яғни бұл жерде де үш ұғым бар. Бірінші сіздерде кен бар, одан кейін пирит бар, феррум S2, одан кейін сіздерде күкірт бар, S. Енді бізге берілген күкірттің массалық үлесі. Соңғысы 38-де 4% дейді. Сұрап отырған бізде мына пириттің массалық үлесі. Мына жердегі омега феррум S'іміз қанша дейді? Феррум S2-міз қанша дейді? Онда бізде бұл есепті шығару үшін бізге қанша кен бар екені белгісіз. Енді осындай есептерде сізде тек қана бір массалық үлес бар, немесе тек қана бір көлемдік үлес бар, енді басқа бір нақты сандық мәнді сұрап жатса, онда сіздер бастапқы жалпы массаны тұрақты сан деп аласыздар. Біздің жағдайымызда мысалы мына кеннің массасын, масса кен, енді процент әдетте 100-бен саналатындықтан біз оны 100 грамм немесе 100 килограмм деп алуымызға болады. Мысалы 100 грамм кен бар деп алсақ, онда осы 100 грамм кеннің ішіндегі берілгенде кендегі күкірт атомдарының массалық үлесі 38-де 4% деген. Онда біз бірінші бірден күкірттің массасын таба аламыз. Масса күкіртіміз, ол жаңағы масса кенді көбейтеміз, массалық үлес күкіртке. Яғни кеннің массасын біз жаңа 100 грамм деп алдық, қосымша параметр ретінде. Массалық үлесіміз бізде 38-де 4%, оны 100-ге бөлеміз, санмен жазу үшін, сонда 0,384 болады. Енді көбейтсек 100-ді, онда 38-де 4 грамм шығады. Жаңа процентіміз енді массасына тең болып шығады. Біз күкірттің массасын тауып алдық. Енді күкірттің массасын тапсақ, бізге пириттің массасын табу оңай. Бұның бағанадан бері біздің жасап жатқан қарапайым пропорцияны қолданамыз, яғни феррум S2, оның ішінде сіздерде 2 күкірт бар, 2S бар. Пириттің массасын бізге табу керек, біз білмейміз, белгісіз. Күкірттің массасын жаңағыны есептедік, ол 38-де 4 грамм екен. Енді күкірттің молярлық массасы 32, 2-ге көбейтеміз 64, пириттің молярлық массасы сіздерде 120. Енді осыдан екісі тапсақ, ол сіздерде 72 грамм шығу керек. Енді сіздерде пириттің массасын тауып алдыңыздар, бізден сұрап отырған пириттің массалық үлесі болатын. Онда мынау жаққа жазайын. Онда омега феррум S2 тең. Онда феррум S2-нің массасын бөлеміз масса кенге. Өйткені бізде кендегі феррум S-тің массалық үлесі қанша деп сұраған. Көбейтеміз 100-ге. Пириттің массасы жаңағыны есептедік, 72 грамм болды. Кеннің массасын біз 100 грамм деп алғанбыз. Көбейтеміз 100%-ға. Осыдан сіздерде 72% шығады. 72, енді бізде бастапта айтпақшы санымыз үш орынды мәнді цифрмен берілген. Онда 72-де 0%. Яғни үш орынды мәнді цифрмен осылай болу керек. Сонда біздің соңғы жауабымыз 72% екен. Сонда жалпы бұл әсіресе осындай есептер 8-ші кластың аудандық олимпиадасында, 9-ші кластың аудандық олимпиадасында кездеседі. Тек қана процент бар, сосын басқа шамаларды сұрап жатады. Басқа бір процент сұрап жатады. Сондай кезде сіздерде мынау берілген егер массалық үлес болса, онда массаны тұрақты бір санға тең деп ала саласыздар. Көлемдік үлес болса, мысалы, көлемін 100 литр деп ала саласыздар, немесе 1 литр деп аласыз. Молдық үлес болса, онда жалпы зат мөлшері 1 моль деп ала салуға болады. Сонда белгі бір тұрақты санды ала саласыздар. Бұл жерден де өздеріңіз кез келген санды алуға болады. Ол 100 емес, мүмкін 10 деп алуға болады, 1000 деп алуға болады, немесе 50, 15, кез келген санды алуға болады. Бірақ барлығында соңғы нәтиже бірдей санда шығады, бірдей процент шығады. Сонда бұны да ескеру керексіздер. Сонда мынау есепте сіздерде бағанағы есептен қарағанда керісінше болды. Мына соңғы күкіртті берді. Бізге мына кеннің қанша екенін біз білмейміз, оны біз өзіміз жоқтау белгілі бір санды алдық. Біз мына күкірттің массасы бойынша пириттің массасын таптық. Енді сол пириттің массасы арқылы біз мына кендегі пириттің массалық үлесін таптық. Сонда қарасаңыздар, бұл есепте жаңағы есеп сияқты 3 шама бар. Сол үшеуінің арасындағы тәуелділікті анықтау керек. Келесі бізде 4-ші есебіміз. Алюминий гидроксиді және мырыш гидроксиді қоспасындағы оттек атомдарының массалық үлесі 40-6%. Қоспадағы алюминий гидроксидінің массалық үлесін есептеңіз. Енді мынау есептің шығару жолы сіздерге бірден түсінікті болу керек деп ойлаймын. Өйткені сіздерде мынау проценттен басқа ешқандай сандық мән берілмеген, бірақ тағы бір массалық үлес сұрап отыр. Онда дәл жаңағындай сіздер мына қоспаның массасын 100 грамм деп аласыздар. Айтпақшы сіздер қай шаманы біз тұрақты санға тең деп аламыз дегенде, ол жалпы массаны тұрақты шамаға тең деп аламыз. Өйткені мына қоспадағы оттек атомдарының массалық үлесі 40-6 деген. Сонда сіз мына қоспаның массасын 100 грамм деп аласыз. Бұны білу керексіз. Онда біз шешуін жазған кезде мынау жерге жазамыз. Бірінші
м қоспа. Енді көбінесе комментариймен жазу керек. Мен енді жаңа қысқартып оны жазбай кеттім. м қоспа 100 грамм деп алсақ. Енді әдетте олимпиадада осылай комментарий жазу керек негізінде. Бұл енді аудандық олимпиадаларда бұны көп қарап кетпейді. Мысалы облыстық олимпиадада тіпті қарамауы мүмкін. Бірақ республикалық олимпиада, халықаралық олимпиадада сіз оны міндетті түрде жазу керексіз. Бұл 100 деген қайдан шыққанын. Біз қоспаның массасын 100 грамм деп алсақ, онда масса оттегіміз, оттек атом дегенде жай ғана оттекті аламыз. Ол масса қоспаны көбейтеміз. Енді формуланы жазамыз. Масса қоспаны көбейтеміз омега оттекке. Сонда қоспаның массасы сіздерде 100 грамм болған. Оттектің массалық үлесі сізде 46%, оны сіз санмен жасаңыз 0,406. Яғни 100-ге бөліп тастаймыз. Енді осыдан оттектің массасы 46 шығады қайтадан. 40,6 грамм. Енді біз оттектің массасын таптық. Енді қарасақ, оттек ол екі заттың да құрамында бар. Міне, алюминий гидроксидінде 3 оттек бар, мырыш гидроксидінде 2 оттек бар. Бізде қазір осы жердегі оттегіміз бар 46 грамм. Енді біз мынау алюминий гидроксидінің құрамындағы оттектің массасын білсек, онда сол бойынша біз алюминий гидроксидінің массасын таба аламыз. Бұл жерде бізге енді алюминий гидроксидіндегі оттек қанша және мырыш гидроксидіндегі оттек қанша деген екі белгісіз бар. Бізде екі белгілі шама бар. Оттектің жалпы массасы бар және мынау қоспаның жалпы массасын біз жаңа білеміз. Ол сіздерде 100 грамм деп алғанбыз. Сол арқылы онда біз жүйе жасаймыз. Енді жүйе жасаған кезде біз бірінші сабағымызда айтқанбыз, зат мөлшерлерін белгісіз деп аламыз деп. Онда зат мөлшері алюминий гидроксиді X мол болады. Зат мөлшері мырыш гидроксиді тең Y мол болады. Енді біз жүйе жасау керек. Біз жүйе жасаған кезде біз екі шама бойынша, ол оттектің массасы бойынша және қоспаның массасы бойынша. Онда оттектің массасын табу үшін біз бірінші мына алюминий гидроксидінің ішінде қанша оттек бар, соны бөлек жазып алайық. Алюминий OH-тің ішінде 3 оттек атом бар. Онда алюминий гидроксидінің зат мөлшері бізде X болса, онда оттектің зат мөлшері сіздерде 3X болады. Дәл осылай мырыш гидроксидінің ішіндегі оттегіміз 2 оттек атом бар бұл жерде. Сонда мырыш гидроксидінің зат мөлшері Y болса, онда оттегіміз 2Y болады. Енді ары қарай жүйе құрамыз. Ол бірінші оксидтердің массасы. Онда алюминий гидроксидінің молярлық массасы сіздерде 78, оның зат мөлшері 2, сонда 78X болады. Мырыш гидроксидінің молярлық массасы сіздерде 99, зат мөлшері Y, онда 99Y болады массасы. Осы екеуінің қосындысы сіздерде 100 грамм болған. 100 грамм. Енді екінші теңдеу сіздерде оттек атомдар бойынша. Алюминий гидроксидіндегі оттек атомның зат мөлшері 3X. Ал енді жай оттек атомның молярлық массасы сіздерде 16. Сонда 16 көбейтілген 3X. Ол сіздерде сонда 48X болады. 48 қайдан шықты десеңіздер, мына зат мөлшері 3X. Оттек сізде 16. Мына коэффициент сіз өзін ғана аламыз. Оттектің оттек 16, молярлық массасы 16-ны 3X-ке көбейтесіз, сонда 48X. Плюс мырыштағы оттек сіздерде 2Y зат мөлшері, 2Y-ті 16-ға көбейтесіздер, онда сіздерде 32Y болу керек. Тең 40,6 грамм. Енді біздің жүйеміз бар. Енді Гаусс әдісін қолданамыз. Гаусс әдісін қолданған кезде сіздерге еске сақтау керек. Біз X-ті жойып жүреміз бе, әлде Y-ті жойып жүреміз бе? Есептің соңғы жауабында сіздерде алюминий гидроксидінің массалық үлесін сұраған. Алюминий гидроксиді деп отырғанымыз ол X. Онда сіздерде X қалу керек, онда Y-ті жою керек. Онда Y-ті жою үшін бірінші теңдеуді көбейтесіздер 32-ге, екінші теңдеуді көбейтесіздер 99-ға. Енді осы теңдеуді мынау жаққа жазсақ, мына үстіңгі жағына. Онда бірінші теңдеуімізден. Енді осыдан сіздер мына бірінші теңдеудің барлығын 32-ге көбейтесіздер. Онда 78-ді 32-ге көбейтсек 2496 шығу керек. Плюс енді 32 мынау екінші Y-тер жойылып кететіндіктен оны біз 32-ні 99-ға көбейтсек те болады, көбейтпей орнына бұлай жұлдызша қоя салайық. Плюс тең болады. Енді 100-ді 32-ге көбейтсеңіздер 3200. Екінші теңдеуде 48-ді 99-ға көбейтеміз. Онда сіздерде 4752 шығу керек. 52. Бұның барлығын калькулятормен жасайсыздар. Плюс енді біз тағы да 99-ды 32-ге көбейтеміз. Одан бәрібір ұқсас белгілі бір сан шығады. Оны көбейтпей-ақ қоюға болады сіздерге уақыт үнемдеу үшін. Енді біз 46-ны 99-ға көбейтсек 4019,4 шығады. Осылай көбейтіп бөліп алдық. Мына 4019
енді мынау кішкене дұрыс жазбай жатыр. Енді бізде үлкені қарасақ екінші теңдеу үлкен бірінші теңдеуге қарағанда. Онда біз мына екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтамыз. Онда 4752-ден азайтамыз 2496-ны. Айтпақшы мына жерде x-терін қалдырып кеттім. Мынау x болады. Мында да x. Сонда біз 4752-ден азайтамыз 2496-ны. Сонда бізде 2256x қалады. Тең. Мынау шамаларымыз бізде жойылып кетеді. Сол үшін де жаңа біз 99-32-ге көбейткен жоқпыз. Өйткені мына жерде де дәл соны қайталап көбейтеміз. Олар бір-біріне тең. Оны көбейтпей осылай орнына бір жұлдыз шама бір белгі қоя салуға да болады. Ал енді 4019,4-тен 3200-ді азайтсақ, бізде 819,4 шығады. Енді осыдан x тапсақ, x-іміз 819,4-ті бөлеміз 2256-ға. Осыдан өлшем бірлігі бізде моль болу керек. Енді мына жерде мынадай. Егер 819-да 4 2256-ға өздігінен бөлінбесе дегенде ол бүтін болып нақты бөлінбесе, онда оны бөліп керегі жоқ. Енді бұған дейінгі бірінші сабағымызда айттық, олимпиадада ол жоқтауды ең соңында жасау керек мүмкіндігінше. Сіз зат мөлшерін таптыңыз. Бұл x деп отырған сіздерде алюминий гидроксидтің зат мөлшері еді. Енді ары қарай массасын табамыз. Астына жазайын. Масса ол сіздерде зат мөлшерімен малярлық массаның көбейтіндісі. Зат мөлшерін жаңа ғана біз есептедік. 819-да 4 бөлінген 2256. Малярлық масса алюминий гидроксиді сіздерде 78. Енді осының барлығынан сіздерде грамм деген бірлік шығу керек. Онда сіздер 78-ді көбейтесіздер 819-да 4-ге. Содан шыққан санды бөлесіздер 2256-ға. Сонда соңғы жауап сіздерде 28-де 3 шығу керек. 28,33 негізінде шығады. Бірақ біз оны жоқтап 28-де 3 грамм деп аламыз. Ал енді бізде ең соңында сұрап отырғаны алюминий гидроксидтің массалық үлесі бастапқы қоспадағы. Онда омега алюминий OH3. Сол алюминий гидроксидтің массасын, масса алюминий OH3-ті бөлеміз масса қоспаға. Көбейтеміз 100-ге. Осыдан алюминий гидроксидтің массасы сіздерде 28-де 3. Қоспаның массасын біз басында 100 грамм деп алғамыз. 100 грамм. Көбейтеміз 100%-ға. Енді 100 бен 100 қысқарып кетеді. Сонда сіздерде 28,3% шығу керек. Бұл ең соңғы жауабымыз. Сонымен бұл есептің жауабы сіздерде 28,3% шығады екен. Есебіміз де аяқталды. Сонда сіздерде бұл жерден тағы да еске сақтау керексіздер. Мынадай қоспаның есептері болған кезде бір ғана процент бар, басқа ешқандай сандық шама болмаса, біз жалпы қоспаның массасын немесе қоспаның көлемін 100-ге тең деп ала беруге болады. Белгілі бір тұрақты санға тең деп алуға болады. Жақсы. Бұл есеп түсінікті деп ойлаймын. Онда келесі есеп. 5-ші есепте көлемі 78-де 2 см куб суда 12-де 4 грамм калий гидроксиді ерітілген. Алынған ерітіндідегі сілтінің және сутек атомдарының массалық үлесін есептеңіз. Екі нәрсе сұрап отыр. Сілтінің және сутек атомдарының массалық үлесін дейді. Енді судың сіздерге көлемі берілген 78-де 2 деп. 78-де 2 сантиметр куб, ол миллилитрға тең. Және сізде мынау калий гидроксидтің массасы берілген 12,4 грамм. Енді әдетте ұбт-ның есептерінде біз мынаны судың көлемі ол массасына тең деп бірден есеп шығара береміз. Бірақ олимпиадада сіз ол не үшін тең екенін дәлелдеу керексіз. Онда сіздерде масса тең болады ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне. Ал енді судың көлемі сіздерде 78-де 2 деп берілген. Ал судың тығыздығы әдетте 1 грамм миллилитр болады. Бұл шаманы сіздер білу керексіздер. Оны олимпиадада болсын, басқа тіпті ұбт-ның өзінде бұл шаманы сіздерге бермейді. Көлем бізде 78-де 2 сантиметр куб, немесе оны миллилитр деп жаза беруге болады. Сонда миллилитр қысқарады, массамыз 78-де 2 грамм. Олимпиадада осы жерін жазу міндетті сіздерге. Мынау формула. Осы формуладан ол көлемі массасына тең болатын сіз жазу керексіз. Ал ұбт-да бізде уақыт үнемдеу үшін бұны мүлдем жазбаймыз. Сонда олимпиада мен ұбт-ның айырмашылығы осы. Олимпиадада бүкіл формулалардың жаңа оформленген бәріне өте қатты көңіл бөлінеді. Әсіресе өлшем бірліктеріне жазылды ма, жазылмады ма. Мысалы, соңғы жауап сізде дұрыс, бірақ өлшем бірлігі жазылмаса, онда да сіздің балыңыз кемітілетін болады. Енді ары қарай бізде
судың массасын тауып алдық. Калий гидроксидтің массасы бар. Онда масса ерітіндіні табамыз. Масса ерітіндіміз еріген зат пен еріткіштің массасының қосындысына тең. Сонда сіздерде еріген затыңыз 12-де 4 грамм, еріткішіміз 78-де 2. Өлшем бірлігін жалпы сыртына грамм деп қана жазылайық. Сонда жалпы 90,6 грамм болады. Енді осыдан ары қарай біз калий гидроксидтің массалық үлесін табамыз. Калий гидроксидтің массалық үлесі ол масса калий OH-ты бөлеміз масса ерітіндіге көбейтілген 100%. Енді калий OH сіздерде 12-де 4 грамм. Ерітіндінің массасы бізде 96 грамм. Жаңағыны есептедік. Көбейтеміз 100%-ға. Енді осыдан бізде 3 орынды мәнді цифра қалу керек. Сонда көбейтіп бөліп жоқтап алсақ 13-те 7% шығу керек. 13,7%. Біз біреуін тауып алдық. Енді екінші бізге сілтінің массалық үлесін таптық. Енді бізге сутек атомдарының массалық үлесі керек. Онда сутек атомдары деген кезде міне бізде екі бөлік бар. Ол біреуі су, екінші бөлігіміз ол бізде калий OH. Енді көріп отырғанымыздай калий OH-тың құрамында да сутек бар, судың құрамында да сутек бар. Онда біз осының әрқайсының ішінде қанша сутек бар екенін соны есептеу керекпіз. Бұндай есептерді біз бұның алдында есептерде шығарғанбыз. Жай қарапайым пропорция жасаймыз. Онда калий OH-тың ішінде қанша сутек бар дегенде, калий OH молекуласында бір ғана сутек бар. Онда молярлық массамыз 56, H-ымыз ол 1-ге тең. Калий OH-тың массасы бізде 12-де 4 грамм. Масса H-ты біз X деп алайық. Осыдан X-іміз жаңағы 12-де 4-ті 1-ге көбейтеміз, оны бөлеміз 56-ға. Бұл жерде енді нақты сан шықпайды сіздерде. Бөлшек сан шығады. Онда бөлшек сан шыққан кезде бізде мынау 3 мәнді цифр берілген бастапта. Онда біз 3 емес, кем дегенде бір 4-5 орынмен алайық. Онда мынаны біз 12-де 4-ті 56-ға бөлсеңіздер, ол 0,2,1,4,2,8 болып кетеді. Онда біз 2,8-ді жоқтап 3 деп алайық. Сонда біз 3 орын емес 5 орынмен алдық грамм. Ал енді екінші судың ішіндегі сутекті де осылай есептейміз. Судың ішінде 2 сутек бар. 18 судың молярлық массасы. 2 сутегіміз бізде 2-ге тең. Судың жалпы массасы бізде 78-де 2 грамм. Массамыз бізде X деп алайық. Енді осыдан X тапсақ, 78-де 2-ні көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 18-ге. Содан сіздерде шығады 8,6, 8 болып кетеді. 8. Негізінде мына 8 ең соңында 9 деп алу керек едік. Өйткені жоқтағанда 9 болу керек. Бірақ мынау жаңа бірінші санды жоқтаған кезде біз артығымен алдық. Мына жерде 2 болды, одан кейін 8 болды. Сонда 8-дің бірі мынаған қосып 3 деп алдық. Ал енді бізде жалпы жауабымыз ауытқып кетпеу үшін мына жерде артығымен емес кемімен аламыз. Яғни 8 болып кетеді, оны осылай қалдыра берейік. Енді бізге ең соңында қалғаны сутектің массалық үлесін табу ғана қалды. Онда сутектің массалық үлесін табу үшін бізге масса сутекті бөлеміз масса қоспаға. Немесе масса ерітінді. Қоспамыз ол ерітінді. Ерітіндідегі сутек атомдарының массалық үлесін тап деген ғой бізге. Көбейтеміз 100%-ке. Енді сутек атомның массасы мына екеуін біз қосу керекпіз. Бұл екі шаманы біз қоссақ, онда 8,91,031 осындай сан шығады. Оны бөлеміз, біз ерітіндіміз 96 грамм. Грамм деген өлшем бірліктері қысқарып кетеді. 100%-ке көбейтеміз. Осыдан жоқтап сіздерде 9-да 83% шығады. Жалпы есебіміз осылай. Сонда сіздерде әдеттегі опытының есептерінде осындай белгі бір атомның ерітіндідегі белгі бір атомның массалық үлесін табу деген ондай жоқ. Бірақ олимпиаданың есебінде көбінесе осындай бір бөлшек терім береді. Нақты зат емес. Мысалы калий гидроксиді деп айтса, ол бізде оңай міне. Бірден таба салдық. Калий гидроксиді бізде 13-те 7 грамм оңай таба салдық. Ал енді сутек атомдарының деген кезде сіздер ойлау керексіздер. Ол судың құрамында да сутек бар, калий OH-тың құрамында да сутек бар. Онда осының әрқайсының ішіндегі сутекті жеке-жеке массасын табу керек. Солардың қосындысы жалпы сутектің массасы болады. Ал ерітіндінің массасы ол жаңағы калий OH-тың массасы мен судың массасының қосындысына тең. Бұның барлығы әдетте сіздерде теориялық бөлім. Сол теорияны сіз өте жақсы білу керексіз, әрі оны олимпиадада қолдана алу керексіздер. Олимпиада есептерінің қиындығы осында. Сіздерде әдеттегі үнемі қолданып жүрген жай есептер емес,
оның кішкене тереңдетілген түрі. Мынау есептердің өзі сіздерде тура мағынасындағы есептер болып саналады. Бұл олимпиаданың ең бастапқы кезеңіндегі. Көбінесе нағыз олимпиаданың есептерінде мысалы сутек атомдарының массалық үлесін беріп қояды сізге. Ары қарай сізге калий OH-тың массалық үлесін сұрауы мүмкін. Онда оны жасау жолы бағанағы осының алдындағы есептердегідей мысалы массалық үлес берілсе, онда біз жалпы массаны 100 грамм деп аламыз ерітіндіні. Сол бойынша сутектің массасын табамыз, ары қарай жүйе жасаймыз. Ондай есептерді біз бұған дейін шығардық. Жаңа алюминий гидроксиді, мырыш гидроксид деген есепте. Сонда мынау есептердің шығарылуын сіздер бірінші рет қарағанда қиындық болуы мүмкін. Оның үстіне менде мынау графикалық планшетті жазған кезде кішкене нелер болмай жатыр, дұрыс жазылмай тұр. Не үшін екен, енді кішкене техникалық нелер дұрыс болмай тұр. Сол үшін де мына кейбір жазулар ретсіз көрініп жатқаны болуы мүмкін. Бірақ түсініксіз болса, сол жерін сіздер скрин жасап маған қайтадан жіберіп, мына жерін айтып жіберіңіз десеңіздер, мен оны қайтадан сіздерге түсіндіріп беруге дайынмын. Жақсы, енді бүгінгі ең соңғы есебімізді қарайық. 6-шы есеп. Массалық үлесі 83% 120,8 см куб тығыздығы берілген күрт қышқыл ерітіндісіндегі күрт қышқылының массасын есептеңіз. Бұл енді ең оңай есеп. Бұндай есепті сіздер ОБТ-да көбірек шығарып жүрген болуларыңыз мүмкін. Массалық үлесі бар, көлемі бар, тығыздығы бар, бізге еріген заттың массасын сұрайды. Онда әдетте бізде 120-8 тығыздық, бұның барлығы күрт қышқыл ерітіндісінікі. Ерітіндінің көлемі, ерітіндінің тығыздығы. Ал енді сіздер жақсы білесіздер, жаңағы тығыздық пен көлемді көбейсеңіз, онда масса ерітінді шығады. Масса ерітінді ол тығыздық пен ерітіндінің тығыздығы мен ерітіндінің көлемінің көбейтіндісі. Енді ары қарай біз екінші масса еріген затты есептеу керекпіз. Масса еріген затымыз, енді біздің жағдайымызда ол күрт қышқылы еріген зат. Ол тең жаңа масса ерітіндінің массалық үлеске көбейтіндісі. Масса ерітіндіні көбейтеміз, массалық үлесі, ол күрт қышқылының массалық үлесіне көбейтеміз. Енді мына формула, бірінші формулада міне масса ерітінді, ол сіздерде мына тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. Сонда мына екі формуланы біріктірсек, бізде ең соңында шығатыны масса еріген зат, ол тығыздық, көлем, массалық үлес, үшеуінің көбейтіндісі. Мынау формуланы өте жақсы білу керексіздер. Бұл ОБТ-ның әдетте С деңгейінің есептерінде ең көп қолданылатын формула. Енді осы бойынша біз күрт қышқыл массасын таба саламыз. Күрт қышқылы H2SO4. Ерітіндінің тығыздығы бізде 1,73 грамм сантиметр куб. 1,73. Енді өлшем бірліктерін жазбай, ең соңында грамм деп қана жазсалға болады. Көбейтеміз, көлем сіздерде 120,8. Оны көбейтеміз біз массалық үлесі, оны санға айналдырсақ 0,803. Өткен 83-ті біз 100-ге бөлеміз. Осының барлығына бізде грамм деген бірлік шығу керек. Мысалы мынада грамм сантиметр куб дегендер жазбай, соңына бірден грамм деп жазсалға болады. Осының барлығын көбейсек, бізде 167,814 грамм шығу керек. Оны біз жоқтап, өйткені бізде басында міне 4 орынды мәнді цифр берілді, 3 орынды мәнді цифр және 3 орынды мәнді цифр берілген. Енді біз білеміз, егер әртүрлі болса, біз ең кішісін аламыз деп. Онда бізде 3 орынды мәнді цифр қалу керек. Онда мына 3 қалады. 4-ші сан бізде 5-тен үлкен, сонда жоқтап 168 грамм екен. Соңғы жауабымыз 168 грамм. Бұл есебіміз оңай есеп. Сонда ең бастысы сіздерге мынау формуланы өте жақсы білу керексіздер. Ерітіндінің есептерінде көп қолданылады. Жақсы, құрметті әріптестер, оқушылар, осымен бүгінгі біздің массалық үлес туралы есептеріміз аяқталды. Енді өзіндік жұмысқа берілген сіздерде 17 есеп бар. Мынау жерде 5 есеп берілген сіздерде. Бұның астында келесі тағы да 6-дан 11-ге дейінгі есептер. Және ең соңында сіздерде 12-ден 17-ге дейінгі есептер. Бұл есептерді сіздер алдағы 2 күн бойы шығарасыздар, яғни жұма күні және сенбі күні. Жұма күні толығымен аяқтасаңыздар, сенбі күні осының ішінен түсінбеген есептер болса, соларды біз талқылаймыз. Және соған ұқсайтын есептер, оларды да қарастыратын боламыз. Құрметті әріптестер, оқушылар, бізде алдыңғы бірінші сабағымыз бойынша, ең соңғы кері байланыс бойынша кешегі күні менде сәрсенбі күні болу керек еді, бірақ ол жерде бізде республикалық олимпиаданың жаңағы отборына қатысты менде уақыттар тығыз болып қалды, сіздермен кері байланысқа шыға алмадым. Алла жазса, алдағы күндерде міндетті түрде
бірінші сабақтағы әріптестеріміз оқушылар ең көп қателескен түйіндер, сосын қай жерге көңіл бөлу керек, ол туралы мен кері байланыс сіздерге тағы да видео сабақ ретінде жіберетін боламын. Осымен біздің бүгінгі екінші сабағымыз аяқталды, құрметті әріптестер, оқушылар. Бұл есептер бірінші кезде сіздерге қиындықтар тудыруы мүмкін, кішкене түсінбей қалуларыңыз да мүмкін, бірақ ешқашан жалықпаңыздар, табанды болыңыздар, ізденіңіздер, сұраңыздар. Кез келген нәрсе ол бір реттен қарап сізге оңай беріле салмайды. Тем более бұл сіздерде олимпиадалық есептер, яғни белгілі мөлшерде қиындық деңгейі жоғарырақ. Сол үшін бірден оған жете қалмасаңыз да, оны үнемі еңбектенсеңіз, ізденсеңіз, оның бәріне жетуге болады деп ойлаймын. Мен бұған дейінгі бір видео сабағымда тіпті айтқанмын. Мысалы, менің ең бірінші олимпиадам Бақдәулет, ол 9 классында олимпиадаға дайындалған. 9 классында аудандық олимпиадаға барғанда жалпы толық балл 35 балл бірінші теориялық турдан. Сол 35 баллдан 4-ақ балл алған. Яғни екінші турға өтпей қалған. Ол кезде оның өтпей қалуында екі себеп бар. Біріншіден, оқушы бірінші олимпиадаға дейінгі дайындығы дұрыс болған жоқ. Яғни ол менің мектепте жұмыс жасаған ең бірінші жылым болған. Жалпы олимпиаданың жүйесі қандай, тапсырмасы қандай, ол туралы менде толық ақпарат болған жоқ. Сондықтан мен оны дұрыс бағыт бере алған жоқпын оқушыға. Екіншіден, оқушының жаңағы логикалық ойлау жүйесі тағы басқа ол кезде төмен болды. Бірінші олимпиададан өтпей қалдық деп сол күйден тастаған жоқпыз. Келесі бір жыл бойы дайындалдық, әртүрлі материал іздедік, олимпиада жалпы қандай тапсырмадан құралады, қандай материалдармен дайындалу керек, жан-жақты іздедік. Нәтижесінде екінші жылғы олимпиадада, 10 сыныптың олимпиадасында ол оқушы ауданнан өтті, облыстан өтті, ең соңында республикалық олимпиададан қола медаль жүлдегері болып оралған. Сонда аралықта бір жыл уақыт қана бізге жалпы олимпиада туралы толық танысып, оның жүйесімен жұмыс жасауға жеткілікті болды. Сол сияқты сіздерде үнемі тынбай ізденсеңіздер, қарасаңыздар, сол бір салаға көбірек уақытыңызды бөлсеңіздер, онда міндетті түрде оның нәтижесі болады деп ойлаймын. Мен алдыңғы бірінші сабағымда да айттым сіздерге кайдзен туралы, яғни жапондардың не үшін дамыған ұлт болғанын себебінің бірі ол тұрақтылық, табандылық, үнемі бір нәрсені көп уақытын бөледі, содан нәтиже шығаруға тырысады. Өте үлкен мөлшерде жасамаса да аз-аздан әр күні соған уақытын бөледі. Соның нәтижесінде оның жемісін көреді. Осындай қасиет сіздерде де болу керек деп ойлаймын. Табандылық болған жерде ғана нәтиже болады. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.